Баршаңызға сәлем достар. Өте дәмді жұмсақ булочка пісіреміз. Алдымен жылы сүтке дрожж, қант салып араластырамыз. Оның үстіне біраз қасық бал саламыз, сосын жарты шай қасық тұз, сұйық май қосып араластырамыз. Еленген ұнды біртіндеп сала отыра араластырып жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Ыдысымыздың астын майлап, қамырды салып, бетін жауып, пищевой пленкамен жауып, ашытамыз. 2 есе көтерілгенше начинкасын дайындаймыз. Творогқа қант салып араластырамыз. Қалауыңызша мейіз қосуға болады. Қамырды осылай ұнсыз 4 бұрышты етіп жаямыз. Оның үстіне жұмсақ сары майды жағып, начинкамызды жайып, салып шығамыз. Енді қалауымызша үстіне мейізді сеуіп, рулет сияқты орап шығамыз. Шетін осылай түйіп шығамыз. Қамырды 1/12 бөлікке пышақтың көмегімен бөлеміз. Астын ұнға малып аламыз. Бетін пищевой пленка немесе орамалмен жауып, тағы да көтерілгенше 20 минут бетін жауып қоямыз. Бетіне сары уыз жағып, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз.